Шамдан кейін Тухфай Расул деген намаз бар екен. Жана хадисте Ауабин деген намаз оқыса жақсы деп келет. Қайсыңыз тура? Ауабин намаз. Ауабин намаз бұл духа намаз уағында бар. Күн шашке көтерілген, жана шамдан кейін уақытта Ауабин деген намаз бар. Тухфай Расул деген пайғамбарға белек деген сөз. Тасаввуфты қармаған көп алымдар оқышат, бирок сахих риваяттар бұл Ауабин намазы. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет. Оқысаңыз иншалла сол көп болады. Tarziya деген не дегені? Тазия деген көңіл айту деген не сөз? Жаназа намазы. Тазияға барып жаназа оқыз, Құран оқып қайран жеп-жебе қайтып келе береді. Жесеңіз арам, жебесеңіз түріс. Ошол тазия. Арам аралашқан тазия, адал тазия, шариат бұйырған тазия, шариат бұйырған тазия бар. Тазия башқа біреуге азасына тең бөлішіп барып, тақсырым артық қайырлы болсын, аздамалы ажыратып айтқан уже тазия. Тазия оқығандан кейін, демек жаназа оқығандан кейін, майытты мүрзеге алып кеткенден кейін, үйде қалған жамааттар Құран оқығанға болып, мүрзеге қоя електі. Бола береді. Мүрзеге қоя електі емес, адам түрі уағында Құран оқысаң деле бола береді. Адам түрі емес, туыл елек адамға деле Құран оқып бағыштап қойсаң, кейін өледі де бәрі бір. Ошында соғы жете береді. Неге көмгөнден кейін оқыш керек деген сөз бар. Болғаны біздің молдалар көмгөнге чейин оқуға дегені, адамдар ошентип оқып кетіп қалады дағы, өлі көмілбей қалып кетпесін, қой барың мазарға барып көміп оқу деген сөз. Неге біз Құран оқуйбыз? Ошол өлгөндөн соғы жетсин деп. Демек адам өтіп кеткенде, тирүүсүндө төрөр элек жазып коюшу мүмкүн. Мен мынакей 100 жолу Құран окудум, хатым кылдым иншалла, 1000 жолу окудум. Ушул менин небере чеберем, кыбырамын бардыгына сооп жетсин десеңиз иншалла, сооп кудайым жеткире берет иншалла. Түшүнүктүүбү? Ушундай. Markumga Toprak koy şart emez. Yok şart emez. Şart emez. Allah razı olsun. Rahmat sizlerge barыңыздарга. Капа кылып койсом өзүр сурайм. Бишкектегилер көп ушунда групп бирак болот, мен да групп биракмын. Allah razı olsun. Rahmat sizlerin барыңарга.